2. Size 5. Canada Population. Канада Population картын ашып аламыз. Яғни бүгін Канаданың халық саны картасын және халық тығыздық карталарын жасаймыз. Бірінші картаны ашып алғаннан кейін ең бірінші біз провинциялармен жұмыс жасаймыз. Яғни провинцияның таблицасын қарайық. Бұл жерде халық саны ПОП 2001, яғни 2001 жылғы халық саны берілген. Бұны сорттап қарап алайық. Яғни кішіден жоғарыға қарай сорттап аламыз. Яғни Нунавуд, Юкон территориясы екеуінде халық саны өте аз екен. Бұл жерде 26.745 қана адам тұрады. Ал Квебек, Онтарионы қарайтын болсақ, Онтариода совсем 11.410.046 адам бар екен. Яғни бұл халық тығыздығы өте жоғары провинциялар екен. Енді провинцияның свойствосын өтеміз. Яғни символы таңдаймыз. Бұл жерде показать, яғни шоу деген жерде үшіншісін таңдаймыз. Quantity, яғни количественно. Яғни бүгін халық санымен жұмыс жасаймыз, яғни количественный показательмен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде 4 показатель болады, яғни 4 түрлімен жұмыс жасауға болады. Біз бірінші екеуімен ашып қараймыз. Яғни бұл graduated colors, яғни graduated symbols дейді. Яғни бүгін осы екеуімен жұмыс жасаймыз. Бірінші graduated colorsқа қойып аламыз. Мына жерде поляға біз халық санын қоямыз. Яғни бұл жерде автоматты түрде 5 классқа бөліп көрсетеді. Яғни классификацияны қарасаңыздар, мына жерде класс 5 деп тұр. Төмен жағында color'дан бұл жерден түсті таңдап алуға болады. Біз бұл жерде қоңыр түске бояймыз, яғни brown, white to dark таңдап аламыз. Келесіде применить, окей деп картамызда қараймыз. Яғни қарайтын болсақ, бізде солтүстік провинциялар ашық түспен берілген, жаңа қараған бұл Northwest Territories, Юкон және де Нунавуд провинциялар. Яғни бұл жерде халық саны легенда, яғни таблица содержания қарайтын болса 26.745-тен 135.294-ге дейін. Берілген. Келесінен қайтадан провинцияны ашамыз. Бұл жерде 3 классқа бөліп көрейік. Яғни қазір автомат түрде 5 классқа бөлінген, 3 классқа бөліп қарап көреміз. Егерде қарайтын болсақ, мына жерде 2 провинция және Саскачеван мен Манитоба, бұлар жаңағы халық саны аз шкалаға кіріп тұр. Яғни бірінші шкалаға кіріп тұр. Бұл жер бірінші шкала 26.745-тен 111.000. Так. 1.119.583-ге кіріп кетті. Келесі провинцияға қайта кіріп, бұл жерде уже символмен, түстермен емес, енді символдарға бөліп қарап көрінеміз. Бұл жерде класс санын 5-ке қоямыз. Яғни background дейді, яғни бұл основной фон провинциялар бізде. Сарцке қоямыз. Юка yellow дегенге. Template, яғни бұл жерде символдар таңдаймыз. Символ бізге circle 2-ні таңдап аламыз. Түсін
түсін өзгертеміз. Яғни мына жерде символдардың размері бар. Қазір ең кішкентай 4-ші размерде тұр, ең үлкені 18-ші размерде тұр. Біз бұны ауытты, яғни ең кішісін ауытқа қараймыз. Және қарап отырсаңыздар, мына жерде символдар автомат түрде кішкене үлкейді. Ең үлкені 18 емес 32 деп ауыстырамыз. Яғни бізде картамыз осындай болып шықты. Яғни основной фон сары, және символдарымыз қызғылт түспен берілді. Ең үлкен символдар бұл Онтарио мен Квебек болып тұр. Яғни бұл жерде халық саны өте көп провинция бар, және халық саны аз. Бұл жерде Юкон, яғни солтүстікте орналасқан мына 3 провинция болып тұр бізде. Келесі енді бұл халық саны карталарын жасады. Енді халық тығыздығын қараймыз. Яғни халық тығыздығы дегеніміз халық саны бөлінген ауданға бөлінгені болады. Яғни бұл жерде қайтадан graduated coversқа қойып аламыз. Бірінші value деген жерге pop 2001 қалады. Normalization, яғни нормализация, бұл жерде площадьті таңдаймыз, ауданда SQM. Түс деген осы қоңыр түсте қала береді. Енді подписқа қарап, подпистар жөнделай, өткені қарасаңыздар, әртүрлі болып жазып тұр. Сол үшін label, яғни подписқа басамыз. Формат labels'ты таңдаймыз. Бұл жерде нумерик, яғни часовой показатель деген таңдап аламыз. Часовой форматы. Бұл жерде округление, яғни біріншісі өтірден кейін неше санға дейін жоқтау керектігін көрсетеміз. Біз өтірден кейін бір санға дейін жоқтаңыз өзгертеміз. Мына жерде дополнить с нулями деп пад өздері деген жерде галочка тұр, бұны алып тастаймыз. Болды применить. Яғни жазуларымыз бізде дұрыстауда. Применить, окей деп қараймыз. Яғни халық тығыздығы өте көп. Нова Скотия деген провинцияда екен. Темно-коричневый түспен берілген тұр. Яғни халық тығыздығы мына солтүстік провинцияларда аз екен. Яғни 1 квадрат метрде 0 адамға келіп тұр. Енді түсінікті болу үшін pop 2001 бөлінген SQM деген жерді бұны 2 рет басып адам саны бөлінген квадратный километр. Деп өзгертеміз. Яғни 1 квадрат километрде неше адам тұратын екені бере аламыз. Енді халық тығыздығын жасадық, енді участке переписіға өтеміз. Участке переписті қосып аламыз. Бірінші таблица атрибутты көріп алайық. Яғни мына жерде санақ учаскелері берілген. Бұл барлығы 288 екен, және де халық саны беріліп тұр. Және де ауданы бар. Яғни осылармен бүгін жұмыс жасаймыз. Свойствосын ашамыз, symbology, quantity таңдаймыз. Бұл жерде value деген жерде pop 2001 таңдаймыз, және де normalization, SQM-ді таңдап аламыз. Формат подписиді алып түсіп аламыз, бізге ыңғайлы қылып қоятындай. Числовой формат. Тек бүтін сандар қалдырамыз, өтірден кейін сандар болмау керек. Окей. Және де түсін өзгертеміз. Сарыдан жасылға дейін, және көкке дейін деп yellow to green to dark blue деген таңдап аламыз.
окей деп картамызды қарап аламыз. Былай қарайтын болсақ, картамыз барлығы сары түспен берілген кетті. Хотя бізде 5 класс: сары, жасыл, темно-зеленый, синий и темно-синий цвет болу керек болатын. Бірақ біздің картамыз основной сары түспен берілген тұр. Егер де Торонто, Монреальға жақындап қарайтын болсақ, бұл жерде басқа да түстер бар екенін көре аламыз. Қайтадан Канадаға келеміз. Енді классификация бұл жерде өзгертеміз. Бізде классификация бұл жерде 5-ке бөлініп тұр. Және де классификацияны басып, бұл жерде бірнеше әдістер бар, яғни методтар бар. Яғни қазір natural breaks, яғни естественная граница автомат түрде тұрады. Классы 5-те болып тұрады автомат түрде. Мына жерде суммарный статистикасы берілген, яғни барлығы санақ учаскелері 288 барлығы. Минимальный 0 дейді, және максимум 3922-ге тең. Орташа халық тығыздығы 82, яғни 82 адам, яғни 1 квадрат километрде 82 адамға келіп тұр орташа халық тығыздығы. Среднее значение, яғни медиана деген 8-ге тең болып тұр. Енді бұл жерде мына методтарды өзгертіп қарап отырамыз. Бұл жерде natural breaks, яғни біз равный интервалға қоятын болсақ, біздің сандарымыз бай өзгеретін болып тұр. Яғни жаңа бізде natural breaks болды. Естественно, граница жаңа өзі автомат түрде бөліп отыр. Енді равный интервалға қойып, мына жерде границаға қарайтын болсақ, граничный показатель бізде әртүрлі болып тұр, яғни аралары бірдей болып тұр. Окей, применить. Окей деп картамызды қарайық. Алдындағы қарағанда біздің картамыз тұтастай сары болып кетті, яғни сары түстер көбейіп кетті. Жаңағы Торонто, Монреальға келетін болсақ, бұл жерде де сары түстер көбейіп кетті. Енді қайтадан классификацияны өзгертіп қараймыз. Енді квантильді қойып көрейік. Квантиль. Естественно, граничный показатель қарайтын болса 2, 4, 14, 42 деп бөлініп кетті. Применить деп қарайтын болсақ, картамыз кішкене өзгерді. Енді картамызға қарайтын болсақ, бұл жерде сары түстерде 1-2 ғана халық саны аз. Екіншісінде 3 пен 4, келесі жасылға қарайтын болсақ 3 пен 4-ге тең болып тұр. Одан кейінгі жасы 5-тен 14. Яғни 1 мен 2 класты қарайтын болсақ, негізінде қатты айырмашылығы жоқ. Бұл жерде аралары 1-2 адам ғана айырмашылық болып тұр. Енді синийға қарайтын болса, бұл жерде совсем көп. 43 адамнан 3922 адамға дейін деп тұр. Яғни бұл бізге ыңғайсыз, және бұл өтірік көрсетіп тұрған секілді. Жаңа жазуына қарамайтын болсақ, кішкене түсініксіз болады. Квантиль емес, бұл геометрический интервал, geometrical интервалға қоятын болсақ, применить. Окей. Бұл жерде сары түспен 2 адамға дейін белгіленіп тұр. Ашық жасыл түспен 3 адамнан 15 адамға дейін деп тұр.
Ал енді бұны класс санын өзгертетін болсақ, 5 емес 4-ке қойып көретін болсақ. Яғни, мына жерде бір сары 3 адамға дейін, жасы 32 адамға дейін, 4 156 адамға дейін. Яғни, әрқайсысы бір-бірінен 10 есе көбейтіп тұр, сандар 3, 32, 156, 300, 922 деп бөлініп тұр. Енді мына гистограмманы қарап көрек. Так, мануалға түсіп кетті. Геометрический интервал. Так, естественная граница айта қояйық. Natural breaks. Natural breaksқа қоятын болсақ, мына жерде x бойынша бұл жерде халық тығызда көрсетіліп тұр. Яғни бұл негізде 0-дан басталу керек. Негізінде 0-дан мына жерде толық көрсетпей тұр. Келесі подразделение переписиді қосамыз. Енді бұны символға өтеміз. Quantities. Градуированный цвета. Бұл жерде дәл солай. Population 2001. DSQM дейді. Жазуларын түсеміз. Бұл жерде бізге маңдықтарға бөліп қойдық. Енді класс санын 10-ға қойып көрек. Өткені бізде бұл сандар 0-дан бастап 11 миллионға дейін бөлініп тұр. Классификация қарап, метод вручнойды қойамыз, яғни методқа manualды қоямыз. Яғни мына жерде граничный показательді өзіміз өзгерте аламыз. Яғни 2 рет басып, 5, 178 орнына 10 деп қоямыз. Жиырма 5, 50, 100, 250, 500, 1000, және де 5000. Яғни соңғысына кезде төмен жағында элементтердің саны көріп отырса, яғни соңғы класста 4 қана элемент бар. Окей. Применить. Окей деп картамызды қараймыз. Түсті. Бірінші өзгертіп аяқтағы.
примитив окей деп картамызға қарайтын болсақ, барлығы көк түс болып кетті, және де арасында границалардың аралары мына түстер көрінбей тұр, яғни символдардың границасының арқылы көрінбей қалды мында. Сол үшін біз әр символға 2 рет басатын болсақ, границаларын орға келтіріп аламыз. Яғни карта біз мынандай болып көрінді. Енді бірінші түсіміз мысалға мына ядовитый болыпты, бұны өзгертуге болады. Бұны кішкене приглушенный түс қоямыз, ашық көк түс. Ертең картамызға қарайтын болсақ, картамыз бізде мынандай болып өзгерді. Енді бұл жерде бұны қарайтын болсақ, бұл жерде бізде провинциялардың границалар жоқ. Сол провинциялардың границасын болу үшін провинцияны копировать ете аламыз. Копи. Слайға басып, паста деп қосамыз да. Бұны провинция емес, границы провинция деп қоямыз. Бесцветный қоямыз, себебі подразделение переписи картамызда хотя бы провинциялардың шекараларын көру үшін біз осы нені қостық. Енді соңғы шаг, бұл жерде крупный городан қосып аламыз. Граница провинцияда өші тұрамыз, бізге қажет жоқ. Подразделение перепись тоже өші тұрамыз. Және де участке переписті өші тұрамыз. И карталарымыз міне шықты. Крупный городан ашып, бұл жерде квантистыға өтіп, graduated symbolsқа басып өтеміз. Бұл жерде population 0,1-ді таңдап аламыз. Символды өзгертеміз, яғни символ бұл жерде circle 2. Цветін өзгертеміз. Егер де былай қарайтын болсақ, мына картамыздың юго-восток, яғни оңтүстік шығыс жағында мына жерде бір-бірін жауып қалды. Егер оттаваны ашып қарайтын болсақ, мұнда 4 қала бір-біріне жақын орналасқан. Енді бұл 4 қаланың халық санын қарап көреміз. Бұл жерде яғни оттаваны қарайтын болса, бұл жерде халық саны
774.072. Гостер тоже 774.072 халық саны. Және екеуінің халық саны бірдей болып тұр. Нипенді басатын болса, халық санын қарасаңыздар, дәл сол 774.072-ге тең. Тек қана Канетио деген ғана басқаша, және мына жерде Оттава, Гостер және Нипен. Осы үш қала бізде халық саны бірдей болып тұр. Крупный городанаға так, участки переписта қосып, және участки перепистан қараймыз, және үшеуде, осы үш қалада бізде бір участыққа кіріп тұр. Бұл Оттава дивизионға кіріп тұр. Және бұл халық саны 774.072-ге тең болып тұр. Және жаңағы үш қаланың халық санына бірдей болып тұр. Келесі, енді Нипе мен Гостерді алып тастаймыз картада, яғни карта көрінбейтін деп, себебі бізде оның үшеуінде қоюдың қажет жоқ, себебі үш қаланың да халық саны бірдей болып тұр. Алып тастау үшін крупный города, классификация, эксклюжнға басып, name равно голосын таңдаймыз. Гостер или or name равно екінші қаланы таңдаймыз. Нипен. Окей, применить. Окей. Бургмарс пен Оттаваға келетін болса, яғни бұл жерде біз Оттаваға алып, жаңа екі қаламыз. Екі қаламызды картада көрінбейтіндей жасадық.